Бұл әйел бір еркектен 44 баланы дүниеге әкелгенмен, онсыз балаларды асырап отыр. Угандалық Мариам Напатанзи Бабире 6 баласы бар бақытты үлкен отбасын армандайтын. Ол 40 жасында жалғыз әкесіне керек жоқ 44 баланың анасы атанды. Дәрігерлер оған қорғаныс құралдарын қолдануға тыйым салды. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Оқиғаның басты кейіпкерінің қанша жаста екенін нақты айту мүмкін емес. 2017 жылы ол Pulse Life Kenya медиа порталының журналистеріне өзінің 39 жаста екенін айтты. Kenya Citizen телеарнасы 2010 жылғы сюжетте оның 38 жаста екенін мойындады. Сірә соңғылары дұрыс, өйткені жанама фактілер оның 1993 жылы 12 жасында тұрмысқа шыққанын хабарлайды. Тек балалар саны өзгеріссіз қалды. Мариам Напатанзи Бабире өмірінде 44 баланы дүниеге әкелді. Оның 38-і әлі тірі. Оның балаларында 6 егіз, 4 үшем және 3 төртем бар. Оның 10-і қыз, қалғаны ұлдар. Олардың ең үлкені 24 жаста болса, ең кішісі 2 жаста. Кішкентай Бабиренің отбасында жолы болмады. Анасы қыз әлі кішкентай кезінде қайтыс болды, ал әкесі көп ұзамай қайта үйленеді. Алдыңғы некеден 5 баласын өгей шешесі бірден ұнатпайтын. Бір күні ол олардан құтылуды шешеді. Оларға шыны сынықтармен тамақ дайындап береді. Қыздың барлық ағалар мен әпкелер сол жерде қайтыс болады. Бірақ оның сол күні үйінен қашып кетуі оны құтқарып қалады. Содан өгей шешесі өгей қызынан басқа жолмен құтылуды, тіпті одан ақша табуға шешім қабылдайды. 1993 жылы 12 жасар угандалық қызға 40 жастағы күйеу жігітті тауып алады. Мен тұрмысқа шығатынымды білмедім. Сол күні біздің үйге адамдар келіп, әкеме түрлі заттар берді. Қонақтардың кететін уақыты келгенде нағашы апам мені ертіп алды. Мен оны шығарып саламын деп ойладым. Бірақ біз оның үйіне жеткенде ол мені ер адамға тапсырды, деп есіне алады ол сол күнді. Бабире үшін тұрмыс өмірі оңай болған жоқ. Үй жұмысынан басқа ол күйеуінің Угандада тұратын бұрынғы көптеген әйелдерінен қалған балаларына қарауға мәжбүр болды. Егер қыз үй жұмыстарын дұрыс істемесе немесе үлгермесе, күйеуі оған қолын көтеруден тартынбады. Үйлену тойынан кейін көп ұзамай қайнатасы Бабире мен күйеуіне үй салып, балалы шағалы болу үшін шағын жер бөліп береді. Жас келіншек балалары 6 болса екен деп армандады. Ол 13 жаста болғанда оның алғашқы ұрпағы дүниеге келеді. Жұп егіз бала. 2 жылдан кейін ол үшемді дүниеге әкелді. Ал 1 жыл 7 айдан кейін төртем туылады. Ол өзінің бұлай егіздер мен төртем туып жатқанына таң қалмады. Өйткені оның отбасында егіздер бірнеше рет дүниеге келген. Менің әкем әртүрлі әйелдерден 45 бала тудырды. Олардың барлығы егіз болды. Егіз, үшем, төртем және тіпті бесем, деп түсіндірді ол. 6-шы тумадан соң Бабиренің 18 баласы болды. Ол тоқтайтын уақыт келді деп шешіп, учаскелік дәрігерлермен кеңескен. Ол дәрігерлер өте қабілетсіз болып шықты, ал оқымаған әйел мұны түсіне алмады. Дәрігер оған жұмыртқалардың көптігінен зардап шегеді және егер ол босануды тоқтатса, өлуі мүмкін екенін айтты. Ұрықтанбаған жұмыртқалар жиналып, ұрпақты болу жүйесін бұзып қана қоймайды, сонымен қатар әйелдің өміріне қауіп төндіреді, деді оған дәрігер Ахмед Кикаменко. Елдегі ең үлкен ауруханада жұмыс істейтін Уганда гинекологтар мен акушерлер қауымдастығының президенті доктор Чарльз Кигунду Бабиренің көп туғыштығы тұқым қуалайды деп санайды. Оның гиперовуляцияға генетикалық бейімділігі бар, яғни бір циклде овуляция кезінде 2 немесе одан да көп жұмыртқаның пайда болуы деп түсіндірді ол. Кейде цикл кезінде овуляция болмайды, содан кейін келесі жолы аналық бездер бірден бірнеше жұмыртқаны шығарады. Осыған байланысты олардың барлығының ұрықтану ықтималдығы жоғары, бірақ олардың бәрінің өлу мүмкіндігі де жоғары. Бабиренің жолы болды, деп қосты Кигунду. Ол бұл жағдайды түзетуге болатынын, бірақ сирек болғандықтан көптеген дәрігерлер бұл туралы білмейтінін атап өтті. Дәрігер оның әріптестері Бабиренің жағдайын экстракорпоралды ұрықтандырудан кейін пайда болатын сирек асқыну аналық бездің гиперстимуляциясы синдромымен қателескенін айтты. Егер дәрігерлер ынталандырушы гормондардың дозасын дұрыс есептемеген болса, науқастың аналық бездері әдеттен тыс ұлғаяды. Іш қуысында және өкпеде сұйықтық жиналып, кисталардың жарылуы және қан тамырларындағы қан ұйғыштарының пайда болу қаупі артады. Бұл ауру шынымен болашақ ананың өміріне қауіп төндіреді. 23 жасында 25 баласы болды. Ол қайтадан ауруханаға кем дегенде бірдеңе жасауды өтінді. Босануды бақылау таблеткалар мен инъекциялар оған көмектеспеді. Бірақ мен тағы да сол ұсынысқа тап болдым. Мен елдегі ең үлкен ауруханада қаралдым және дәрігерлер босануды жалғастыруға кеңес берді.
Ол жатыршілік спираль құрылғысын орнатты, бірақ оның денесі қабылдамады. Мен үнемі құсып жүрдім, есімнен танып қала бердім. Содан кейін мен бір ай комада жаттым. Ол соңғы баласын 2016 жылдың желтоқсан айында кесар тілігі арқылы босанған. Операцияға барды, себебі ол спираль орнатқандықтан комасынан толық айыға алмады. Бабире тағы да дәрігерлерден оның енді бала босанбас үшін бірдеңе жасауын сұрады. Батыр ана 25 жыл тұрмысы оған тек қорлық пен азап әкелгенін мойындайды. Күйеуім кез келген мәселеде онымен айтыспақ болған кезде мені үнемі қинап ұрып соғатын, әсіресе үйге мас болып келгенін айтқанымда. Ол ешқашан бізді қамтамасыз етпеді және біздің амандығымызды ойламады. Балалар оның кім екенін білмейді, өйткені ол үйде көп болмайды. Балаларына телефон арқылы ат қояды. Бабиренің үлкен ұлы 24 жастағы Чарльз Мусиси әкелерінің ұзақ уақыт жоғалып кеткенін, ал балаларды анасы тәрбиелеуге мәжбүр болғанын мойындады. Інілерім мен әпкелерім оның қандай екенін білмейді деп сенімді түрде айта аламын. Мен оны соңғы рет 13 жасында көрдім, дей кетті ұлы. Күйеуі жылына бір рет үйде болады. Кешке қарай әйелінің жатын бөлмесіне жасырын кіріп, таңертең ерте қашып кетеді. Мен бұл қорлыққа шыдап жүрмін, өйткені нағашы апам тұрмыстың қиындығына төзіп, балалар үшін өмір сүруге кеңес берді. Ол маған басқа еркектерден бала көтермеу керектігін айтты, деп түсіндірді ол. Болған жағдайдың бәріне қарамастан, угандалық әйелдің басты мақтанышы оның отбасы, сондықтан оны кез келген жағдайда сақтау керек деп санайды. Ерлі-зайыптылық өмір ешқашан оңай болмайды. Әйелдер қашанда шыдауға міндетті. Бұл біздің үлкен әжелерімізден бері келе жатқан дүние. Уақыт өте шыдамдылық өз жемісін береді. Менің балаларыма қатысты қамқорлық жасаған маған бақыт әкеледі. Ол ерлерге әйел мен балаларының алдындағы жауапкершілігін ұмытпауға кеңес берді. Сондай-ақ тез ақша табу үшін ешқашан жас қыздарды күйеуге бермеңіз. Сіз олардың ғана емес, немерелеріңіз де өмірін құртасыз, деп қосты ол мұңайып. Бабиренің бақшасы да, фермасы да жоқ. Сондықтан азық-түлік сатып алуға тура келеді. Әйелге күніне кемінде 100 мың уганда шиллингі қажет, яғни 8-9 мың теңге. Олармен 22 келі жүгері ұны, 7 келі бұршақ, 2,5 келі қант және 3 брикет сабын сатып алады. Мұның бәрі бір күнде кетеді. Құдай маған көмектеседі. Сондықтан менің балаларым күнде тамақтанады және аш қалмайды, дейді ол. Енді ол су құбырын орнату үшін ақша үнемдеп жатыр. Ол ауылда оңай табылмайтын суды сатуды жоспарлап отыр. Бір құмыра су 800 уганда шиллингінде, яғни 100 теңге тұрады. Балаларының ризығын табу үшін Бабире шаш қиюмен, сәндеумен айналысады. Түрлі іс-шараларда әрлеуші болып жұмыс істейді және той алдында қалыңдықты киіндіреді, киім тігеді, торт пісіреді, кірпіш қалайды. Сондай-ақ түрлі ауруларға қарсы емдік шөптерді өсіріп, сатумен айналысады. Ақша әкелетін кез келген жұмысқа кірісемін. Ұзақ уақыт бойы өзімді аямадым, өйткені балалар Алланың берген маған сыйы деп білемін. Мен оларды бағалауым керек. Сондықтан мен оларды жақсы сезіну үшін бәрін жасаймын, дей кетті ол. Бабиренің ең үлкен уайымы 5 жасар ұлының жүрегінің ауруы. Апта сайын ол оған дәрі сатып алу үшін 120 мың уганда шиллингін, яғни 10 мың теңгені жұмсайды. Қаңтар айында орталық аурухана дәрігерлері оған баланы Үндістанға ота жасауға жіберуді ұсынған. Алайда бұл үшін ол 35 миллион уганда шиллингін, шамамен 3 миллион теңге жинау керек. Әйел бұл ақшаны қайдан табарын әлі білмейді, бірақ ол міндетті түрде табамын дейді. Кесар тілігі арқылы соңғы баласы дүниеге келгенге дейін кейіпкердің анасы ешбір аурудан зардап шекпейтінін және көптеген босануларды оңай бастан өткергенін айтады. Ал осы кесар тілігі арқылы босанудан кейін оның арқасы кешке қарай ауырып тұратынын айтады. Әйелдің тағы бір басты шығыны балаларына лайықты білім беру. Әйелдің өзі 2 жылдық бастауыш мектепті аяқтай алмады. Бұл үшін ол әкесін кінәлайды. Оның үлкен балалары медбике, құрылысшы мамандығын оқыды, бірақ әлі жұмыс таба алмады. 9-ы орта мектепте оқиды, қалғандары не бастауыш сыныпта оқиды, не әлі кішкентай. Менің барлық балаларым мектепке барады және оны бітіреді деп үміттенемін. Өйткені олардың барлығында үлкен амбициялар бар. Олар дәрігер, заңгер, мұғалім болғысы келеді. Мен олардың армандарына қол жеткізе алғанын қалаймын. Өйткені мен қол жеткізе алмадым. Алайда кейде оның балалары үйде отыруға мәжбүр болады. Жалғыз Бабире барлық балалардың мектептегі оқуын төлеуге қиналады. Үлкен балалары Бабиреға үй шаруасына көмектесіп, інілер мен әпкелермен отырады. Бірақ әйел балаға өзі қарауды жақсы көретінін және күнде әр балаға көңіл бөлуге тырысатынын айтады. Балаларым менің қуанышым, олар менің ауыртпалығым емес, бақытым, ал мен оларға қамқорлық жасағанды мақтан тұтамын. Тамақ пісіруден, жуынудан, шомылудан жалықпаймын. Балалар анасының махаббаты мен қамқорлығында болса, жақсы өседі.
жей кетті кейіпкер әйел. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңқаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.